келесі жылды жастар жылы деп жариялауды ұсынамын. 1935 жылы іргетасы қаланған Жұбанов университетінде бүгінде 60-қа жуық мамандық бойынша 13 мыңнан астам жастар білім алуда. Елбасы бастамасына орай соңғы жылдарда университетте 500 және 350 орындық екі жатақхана салынып, сұранысты толық қамтамасыз етті. Биылғы жастар жылы аясында жастар сарайы жаңғыртылып, жыл соңына дейін 70 пәтерлік жас ғалымдар үйі пайдалануға беріледі. Бірнеше ғылыми орталықтар мен зертханалар тоғысқан инновациялық технологиялар паркі. Студенттерді кәсіпкерлікке баулайтын стартап академиясы ашылып, өз нәтижесін көрсетуде. Күніне 100-120 бүлдіршінге дейін қабылдап, мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік ортаға бейімдейтін зерек балаларды дамыту орталығы өз жұмысын бастады. Бір терезе қағидасына негізделген студенттер мен қызметкерлерге қызмет көрсететін темірқазық орталығы ашылды. Университеттің барлық нысандарындағы қауіпсіздік пен білім беру процесін қадағалайтын ең соңғы үлгідегі бейнебақылау мен жабдықталған ситуациялық орталық өз жұмысын бастады. Мамандық таңдаудан бастап жұмысқа орналасуға дейін барлық процесті қадағалап бағыттап отыратын кәсіби даму және мансап орталығы іске қосылды. Мемлекеттің әлеуметтік саясатын жүзеге асыру барысында мыңнан астам білім алушы университет өз тарапынан түрлі жеңілдіктер мен гранттар бөлуде. Соның ішінде шетелден келген 100-ге жуық қандасымызды тегін оқытуда. Кәсіпорындар мен демеуші тарапынан 150 студентке грант беріліп отыр. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 100-ге жуық атаулы кабинеттер мен арнаулы залдар жабдықталса, соның тең жарымы жомарт жүрек меценаттардың қолдануына ие болды. 85 жылдық тарихы бар Қара шаңырақ өзінің Жұбанов жылуы атты қайырымдылық қорын құрып, өңірдің әлеуметтік ахуалына барынша атсалысуда. Жизнь быстро меняется, новые технологии требуют новых навыков в профессии, поэтому я на данной встрече с молодежью поставил задачу модернизировать 20 якорных вузов. По качеству образования и привлечению преподавателей приблизить к Назарбаев университету.